Барлықтарыңызға сәлем. Сіздер шынайы және нағыз доп ойнаған азар арнасын көріп отырсыңдар. Кейбір жанкүйерлер мемлекеттегі футбол дәстүрінің бар жоғын, қандай деңгейде екенін, сол елдің футбол клубтарының арасындағы дербилердің санына қарай пікір жасайды. Мысалы, футбол тарихы бай, Англия, Германия мен Италияда көптеген дербилер бар. Мысалы, Британия астанасы Лондонның өзінде 7 түрлі футбол дербиі бар. Әрине, қазақ футболы ондай деңгейдегі дербилермен әлі мақтана алмайды. Алайда біздің елде футбол бірінші жыл дамып жатқан жоқ, және сондықтан Қазақстан премьер-лигасының клубтары арасында әлде қандай бәсекелестік орнаған. Қазіргі таңда біздің футболда бір қаладан шыққан командалар арасындағы дербилер мүлдем жоқ. Алайда географиялық ерекшеліктеріне байланысты дербилер жетерлік. Әңгімемізді Қазақстан жеріндегі тарихи дерби, ең бірінші қазақстандық Эль Классикодан бастасақ, ең бірінші және ымырасыз дерби ретінде шын мәнінде Алматылық Қайрат пен Қарағандылық Шахтер арасындағы матчтарды айтуға болады. Естеріңізге салатын болсақ, осы екі ұжым біздің елдің ең бірінші профессионалдық футбол клубтары болып табылады. Олар 50-ші жылдардан бастап бітіспес қарсыластарға айналды. 1959 жылы СССР чемпионатының Б классында сәтсіз өнер көрсетіп жүрген Шахтер өз алаңында чемпионаттың сол кездегі көшбасшысы Қайратты 1-0 есебімен жеңген болатын. Екі команда арасындағы қарым-қатынас 1965 жылы одан бетер ушықты. Оның себебі Қарағандыда өткен матч алдында жоғарыдан Шахтер футболшыларына матчты ұтылуын бұйырған. Өйткені сол маусым бойынша Қайрат футбол командасы жоғарғы лигаға шығу керек болатын. Алайда кеншілер керісінше алматылықтарды 3-0 есебімен ойсырата ұтқаны белгілі. Бірақ оған қарамастан жоғарыдағы беделді адамдардың көмегімен сол маусымның қорытындысы бойынша Қайрат жоғарғы лигаға көтерілді. Сол 1965 жылы болған оқиғалар бұл командалар арасындағы қарым-қатынастың дамуына өз ізін қалдырды. Тәуелсіз Қазақстан премьер-лигасында бұл командалар арасындағы матчтар әлі де жанкүйерлердің қызығушылығын тудырады. Алайда 2015 жылдан бастап Қарағандылық командада қаржылық, әлсіз басшылық және тағы да басқа қиыншылықтар басталды. Сол жылдан бері Шахтер чемпионатты 7-10 орындарда аяқтап келеді. Ал Қайрат болса керісінше жыл сайын чемпионаттың алтын медальдеріне талас жүргізіп келеді. 2014 жылдан бастап 5 жыл бойы олар Шахтерді чемпионат және кубок ойындарында әрдайым жеңіп келеді. Жалпы олар 1985 жылдан бастап санағанда бір-біріне қарсы 76 матч өткізген. Соның 39-ында Қайрат жеңіске жеткен. Ал Шахтер 22 матчта Қайраттан басым болған және 15 матч тең есеппен аяқталған. Нағыз дерби. Қазақстан футболындағы дербилер туралы айтқанда ойымызға қанша жылдар бойы ең танымал нағыз клубтық дуэль түседі. Біліп отырғаныңыздай бұл Тобол мен Ақтөбе арасындағы матчтар. Ақтөбе футбол клубы еліміздің 5 дүркін чемпионы. Осыншама КПЛ-дің чемпиондық медальдарымен тек Иртыш және Астана футбол клубтары ғана мақтана алады. Олардың әрқайсысы да ішкі біріншілікті 5 мәрте ұтқан. Одан бөлек ақтөбеліктер 3 күміс және 3 қола медаль иегерлері. Ал қостанайлық Тоболдың тарихында 1 алтын, 4 күміс және 4 қола медальдар бар. Көптеген жылдар бойы екі команда бір-бірімен чемпиондық титулға таласатын және көбінесе кімнің чемпион болатыны соңғы кезеңге дейін белгісіз болатын. Екі команда арасындағы матчтар нағыз шайқастарға айналатын. Алаңның сыртында да әзілдеуге келмейтін қақтығыстар орын алатын. Бұл командалардың ешбір матчы екі жақ жанкүйерлерінің бір-біріне деген жақтыртпаушылығынсыз өтпейтін. Қостанайлық және ақтөбелік фанаттардың қақтығыстары жайлы футбол жанкүйерлері арасында аңызға толы әңгімелер де жетерлік. Қауіпсіздік шаралары үшін екі команданың фанаттары бір секторға отырғызылмайды. Жанкүйерлер автобустан түсе салысымен дереу трибунаға жеткізіледі. Бұндай тәжірибені Европаның және Оңтүстік Американың бірнеше командалары баяғыдан қолданады. Мысалы, Аякс пен Фейенорд, ал Аргентинада Бока Хуниорс пен Ривер Плейт командалары арасындағы ойындарды айтуға болады. Бірақ соңғы жылдары екі команда чемпиондыққа таласпақ түгіл орындарға іліге алмай жүр. Сол себепті екі ұжым арасындағы матчтар өз қызығушылығын барған сайын жоғалтып барады. Алайда еш күмәнсіз Ақтөбе мен Тобол қайта чемпиондық жарысқа түсетін болса, екі команданың матчтары қазақ футболындағы ең күтілетін ойындарға қайта айналады. Егер бейнеролик ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Бейнероликті көргендеріңіз үшін рахмет.